Жабық кеңістік, шағын алаң, санаулы көрермен. Сырт көзге қарапайым көрінгенмен кештің атмосферасы үлкен ареналардан кем түспейді. Өйткені бүгін мұнда Абик Жексеннің өнерін тамашалауға нағыз талғампаз тыңдарман жиналды. Бүгін кештің бағдарламасы әртүрлі әндерге, әртүрлі өзіміздің есті құлағымызда қалып кеткен, жадымызда қалған әндерге толы. Одан бөлек авторлық әндер болады, әлемдік хиттер орындайтын боламыз. Қазіргі таңда Абик шоу-бизнесте сұранысқа ие музыка әрлеушілердің бірі. Айта кетейік, ол Димаш Құдайберген мен Музарт тобының туындыларына гитара партияларын жазып, жаңа дыбыстық рең сыйлаған талантты музыкант. Бүгін мен әншімін десең, ән айтып бере аламын. Осынша сағат қаншама мықты әндерді айтып, бұл Абик деген байқасаңыздар ешқандай плюсовка қолданған жоқ, бэк-вокалдарда болған жоқ. Таза бэндпенен, таза дауыс. Бүгін өзінің тамағы кішкене ауырып қалса да, өте жоғары деңгейде өнер көрсетті, және мен үшін ол үлгі. Көпшілік оны алғашында тек Жұбаныш мырзаның ұлы ретінде таныды. Алайда Әбілқайыр сахнаға әкесінің ықпалымен емес, кәсіби білімімен келгенді. Абик ақштың беделді музыкалық оқу орнында білім алып, батыстың озық теориясын қазақ ұлттық колоритімен шебер үйлестіре білген маман. Жалпы Жұбаныш ағаның ұлы болу шығармашылықта сізге көмектесе ме, әлде бір жауапкершілік пе? Әрине, ондай адамның ұлы болған бірінші кезекте үлкен жауапкершілік талап етеді. Шығармашылығыңызға сыни көзбен қарай ма? Әрине, сыни көзбен басында енді қарады. Қазір көмек сұрап қарайды десе. Өз көмекменен күтетіндей жағдайда. Өнер иесінің шығармашылығына сенім білдіріп, қолдау көрсетуге келген жақындары мен әріптестері аз болмады. Солардың қатарында Ерден Жақсыбек те бар. Басқа солтүстік, шығыс жақта гастрольде жүрсек те, осы Абиктің концертіне бір күнге келіп кетуге ол менің міндетім. Қолдауымыз керек, бір-бірімізді сөйтіп біз енді жастарға біздің қазақтың өнерін осылай иықтыресіп көтермесек, музыкамызда сапалы болмай қалады. Әке мен баланың өнерін бір сахнадан көруді аңсап келген халық Жұбаныш Жексенұлын көре алмады. Жұбаныш мырзаның келе алмау себебін ұлы былай деп түсіндірді. Үшінші қонағымыз өкінішке қарай келе алмай қалды. Менің әкем болу керек болған. Ол кісі белгілі бір себептерге байланысты менің кеште бола алмайтынын айтты. Дегенмен енді оның жоқтығын білдірмей, біз мүмкін оның да әнін орындап қалармыз бүгін бірге барлығымыз. Абик Жексен сырқаттанып қалғанына қарамастан жоғары деңгейде өнер көрсетті. 2 сағатқа созылған концерт барысында 30-дан астам ән шырқалды. Осылайша жанды дауыспен аспаптық әуеннің мінсіз аккордымен өрілген кеш жоғары нотада аяқталды. Жалпы бүгінгі кеш қалай өтті? Өкінген жоқсыз ба келгеніңізге? Бала кезінде бастап келетқаннан білемді, бірақ бүгінгі деңгейін көріп таңғалып отырмын. Бәрекелді деп айтқым келеді. Дайын әртіс қой. Абик өте кәсіби, жоғары деңгейдегі музыкант, орындаушы, әрі автор. Сондықтан да еш күмәнім жоқ, оның алдында үлкен жарқын болашақтың күтіп тұрғанына.